қалай 5 минутта қолжетімді заттар арқылы гипстан ерекше сыйлық жасай аламыз? Ол үшін бізге осындай заттар қажет болады. Точнее, бізге высокопрочный гипс және де су, силиконовый молд, сосын араластыратын палочка и стаканчик және де таразы керек болады. Және де осындай майда крошкалар и влажный тряпка немесе влажный салфетка керек болады. Ең алдымен силиконовый молдымызды тазалап сүртіп аламыз, одан кейін таразымызды қосып, суымызды өлшеп аламыз. Мен су қосқан кезде 87 грамм су өлшеп алдым. Гипсті қосатын кезде 87 граммды 2 еселеймін, 174 грамм. Оған 10 граммды қосамын, 184 грамм. Сонда 87 грамм суға 184 грамм гипс қосатын боламын. Одан кейін гипсті жақсылап араластырып, осылай жақсылап араластырамыз. Сосын араластырып болғаннан кейін осындай майда крошкаларымыздан қосатын боламыз. Майда крошкаларымыз көбірек түсі болса, бізге өзімізге жақсы, себебі затымыз әдемі шығады. Осылай затымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін молдымызға құямыз. Молдыға құйып болғаннан кейін бетін тегістеп, бір сағатқа қойып қоямыз. Ол жақсылап кебеді, кепкеннен кейін егер де форма керек десеңіздер, форманы босатып алуға болады. Бұл гипсіміз бір күннің ішінде қатты болып қатады. Яғни оның қатты болуына бір күн қажет. Нәтижесімен видеоның соңында бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қойсаңыздар, алдағы уақытта әртүрлі мастер-класс